кішкентай мынандай жаңағы жәндік. Сол өте керемет. Бұл жаңағы организмге түскен дезинтоксиканер сияқты. Бұл уже бұл деген бұл нәрсені жасап шығарудың өзі оңай нәрсе емес. 30 жыл уақыт кеткен бұл нәрсені жасап шығару үшін. Ғалымдар зерттей келеді. Бұл жәндіктің құрамында жаңағы 1000 есе балықтың құрамынан да 1000 есеге көп дәрумендер бар екен. 40-тан астам біздің ағзаға керекті макроэлементтердің барлығы бар ішінде. Сосын бұл бірден ішке түскеннен кейін клетканы тазалай бастайды. Омоложение клеток, очищение клеток және сөйтіп ары қарай жаңағы сканер сияқты ағзаға түседі де өзі кімнің қай жері ауырады, оны обязательно қозғайды. Бірден сөз алып ойбай секіріп кетіп жатқан ешкім жоқ. Барғаннан кейін ағзаға түскесін және де не ала бастайды. Организмге түскеннен кейін өзі зерттеп, өзі қай жер клетка ауырып тұрған соны бастарына түседі. Енді кез келген нәрсе айтады ғой, мысалы үлексеңіз де өзінің астын бірінші қопсасыз ғой. Қопсыққаннан кейін барып ол сізге дәм береді да, например. Дәл сол сияқты біздің ағзада дәл сондай екен. Ағзаға түскенде бұл қай нәрсе болса да кішкене қозғайып 2-3 күн ауыртуы мүмкін, қатты басыңыз айналдырып не алып. Одан кейін жақсы әсерін беріп жатыр. Ал қатты осложнениелер ауырып жатқан кісілер, мысалы бастары ауырып, кәдімгі болады ғой, көзімді аштырмай тұратын бас болады ғой. Сол кезде бірден көзді ашып тұр ғой бұл нәрсе. Мысалы өзіміз экспериментпен өттік. Менде өзім ана күні жаңағы ковид деген бәле келіп ауырған кезімізде ол нәрседе болды. Шамалы бір инфекциясы болды. Оказывается, температура бергені жақсы екен ғой оны. Температура беріп мен 2-3 күн ауырған кезім болды. Вот сол кезде қолымда ешқандай дәрі жоқ. Не ішесің? Холодильникте осы витамин алдында күйеуім осыны ішкен соң өйткені ол кісі жүрегі ауыратын. Жүрегін рас қой былайша, бірақ сол машинада келатқан кезде үнемі шаншып кетеді де жүрегі деп тоқтап қалады. Кәдімгі сондай шаншу болғаннан кейін мен оған осыны бердім витамин алдым. Қазір шүкір сол нәрселердің бәрі жойылды ше. И содан бір кішкене төбеде қалған екен, өзімізге қимаймыз ғой әйел басқа. Сол күйеуім шапқылап жүрсін, сол ауырмасын деп соған беріп жүрміз да. Сөйтіп соны ішкеннен кейін өзім действительно таңғалдым ғой анаған енді. Өлі алла ғой, бәріне себепкер болып тұрған. Бірақ осының бір тамшысының өзі бізге кәдімгі күшті әсер берді ғой. Менің жеңгем де дәл сөйтіп ауырғандығым, кәдімгі сүлеп бүйтіп келген тұғын, саумал ішемін деп ше. Сол осыны витамин А ішкеннен кейін жаңағы кісінде жаңағы ашылмай тұрған көзі ашылып сөйтіп кетті ғой. Енді, в общем, очищение организма керемет келтіреді, регенерация клеток именно қалпына келтіреді да клеткалардың бәрін. Одан кейінгі керемет өнімі бар, қасында екеуі бірге жүреді, комплексі витамин А-ны мысалы жаңағыдан таңертең аш қарынға ішесіздер. 150 мл жылы сумен. Мына жаңағы подъязык дейміз ғой, негізі солай ішкен жақсы екен, қасық солай ішіп жіберсеңіздер, өйткені қанға тез тарайды да, чем оны бір қасықты суға араластырып ішкеннен гөрі. Ал бұны кешке ішесіздер, аны азандап, бұны вечерінде өзіміз көп қойғанбыз негізі. Ал бұның ішінде де бүкіл жаңағы бұл морской еж дейді ғой, кірпісі, морской кірпінің бүкіл икрасының сығымысынан жасалады екен алдымен. Өзінің түрін көрдім мен, живой ше, кәдімгі анау дәл шарабразный, мынандай тікенек кәдімгі мындай еж екен мынау ше, іші кәдімгі сап-сап икралары бар, соның сығымысынан жасалып тұр ғой. Енді бұл әшейінен келіп тұрған дүние емес бұның барлығы. Просто біздің Қазақстанда именно мына Қызылордада бір адам білсе, бір адам бұны білмейді. Қазір именно иммунитеті көтерілсе жүрген адамдар қаншама ғой, бірақ уже ананы бір ішіп, мынаны бір ішіп, басын бастап аяғын айырқамай тастап жатқан адамдар көп. Біздің егер өнімдерді сіздер өздеріңізге керек екен деп қабылдайтын болсаңыздар, мысалы, мен айтар едім, бұны 3 курс, әрі кеткенде 6 курс кәдімгідей тоқтатпай ішсеңіздер әжептәуір результат болып жатыр. Өйткені мені бұны бір ішіп жүрген бір менің жаңағы көптен бір адамым, өзімнің әкем, осы именно витамин А-ның арқасында, ана не дейді ғой, кәдімгі кеше ораза қай айда болды бізде? Сол оразадан бері Аллаға шүкір мен ешқандай не ішіп жатқан жоқ дейді. Давление күнде 180, 2 күн бірде 180 көтеріп кетеді. 60-тан асқан кісі ғой. Енді қазір осы витамин А-ны ішкелі, жаңағы шынымен дейді. Сосын бұл именно кәдімгі сіздердің бойларыңыздағы мынау усталость бар емес па? Стресс постоянный, соның барлығы сыйлайды. Витамин именно бұны кешкісін ішкен жақсы. Тамақтан кейін ішкеннен кейін жаңағы ішкен асыңызды қорытып, оның дұрыс жолмен дұрыстап өзінің ретіне шығуына и сіздің миыңыздың тынышталуына үлкен көмегі бар витамин А-ға. Енді бұл бауыр ауруы болсын, өт жолы болсын, даже сустав, коленный суставтың ауыратын мысалы, соның барлығына женский аурулардың барлығы, миома, мастопатия, эндометриоз мысалы, даже хронический аурулардың барлығына осы витамин А-ны береміз. Любой біздің ауылымызға келген кісілердің барлығын осы витамин А-дан бастайды. Даже миомасы бар адамдардың өзі, даже соның өзі какамай, миоманың өзі бұл деген ыдырап тастайды екен. Оказывается, миома деген өте мынандай тұратын қан ғой, ұйыған ет сияқты өсіп тұратын дүние, соны жаймен-жаймен ыдыратады да, енді бұл химикат жоқ, таза натуральный антиоксидант дейміз ғой. Органика, табиғи дүние болғаннан кейін, бұл сізге ешқандай побочный эффект бермейді. Бірақ егер сіздің қатты ауруыңыз болса, соны 2-3 күн қозғауы мүмкін. Ондай адамдар бар, біз ішіп сөйтіп айтатындар бар. Бірақ 2-3 күннен кейін кәдімгідей жеңілдеп қаласыз. Одан кейінгі керемет өнім
Застера деп аталады. Бұл Застера енді біздің компанияға келгеніне бір 3-4 айдан ғана уақыт болды. Именно Арман Тосқанбаев Японияның мықты эксклюзивный өнімдерін жаймен әкеліп қосып жатыр. Бұл жаңағы нәрселердің барлығы аптекадан ешкім таба алмайды ешкім. И бұны ешкім апарып сата алмайды. Бүкіл лицензиясын өзі ғана алып алған и мықтысын ғана әкеліп отыр. Бұны да өзі ішіп көрген. Застера деп тұрғанымыз жаңағы бұл пшеница дейді. Кәдімгі теңіздің түбінде өсетін пшеница екен. Бұл ішке түстенген натуральный ацарбен деп тұрғанымыз мына іштегі жаңағы ішек жолы ғой. Бүкіл біздің иммунитетіміз ішектің бойында болады да. Сол ішекті қайта тазалап тұру үшін нәрсе керек нәрсе медициналық. И сосын бұл бауыр ауруына ауыратын кісілерге де күшті жаңағы гепатит В, А, С түрлері көп қой мысалы. Сол аурумен ауыратын кісілерге де жақсы. И сосын кәдімгі бір сөзбен айтқанда кәдімгі пылесос сияқты қарағасадағы бүкіл жаманшылар, даже тяжелый металл ауадан шығатын бүкіл сол нәрселер барлығын организмге шығарып салады. Мысалы кейбір мынандай нелер бар ғой, мысалы детокс алуға ішеміз, олар да жинайды ғой, бәрін жинайды да, уақытында ол испаржение болмаса, шықпаса, ол қайтадан организмге айдап жібереді жаңағы нәрсені, жаман нәрсе, жинап тұрған нәрсені. Ал бұл именно сыртқа шығаратын нәрсе. Өте керемет. Бұл да енді иммунитет көтеруге көптен көп еңбек тигізеді. Асқазан ішек жолы, сосын именно жаңа 12 ішек жолы бар емес пе? 12 ішек жолы именно солармен жұмыс жасайды ғой. Біздің оказывается иммунитет осы ішекте екен. Сол ішек, система, егер ішек таза болса, яғни ол ағзаның барлығын таза қан жүреді, уже таза қан жүргеннен кейін уже иммунитет көтеріледі, барлық жаман нәрселер шығып кете береді екен сол нәрселер. Келесі өніміміз каротин деп аталады. Бұл жаңа теңіз ацетилсі, анадай жаңа мешокообразный өзі сонда животный екен бұл да. Кәдімгі қозғалып тұратын бұл да животный, сары түсте жаңа өзі сары түсте болады. Сол сары түс болғаннан кейін бұл кәдімгі байытылып тұрған, вообще айтады ғой 12 вид каротиноидтар бар ішінде, оның ішінде. Сондықтан бұл мынандай көздің астратасы, мысалы көз жақсарту үшін біз жаңа сәбіз жегіземіз, асқабақ жегіземіз, балдарға солар жақсартады ғой негізі. Мінекей сол дүниенің барлығы осының ішінде бар екен. Бұны да Арман Тосқанбаев бірінші өзінен испытал. 3 ай бойы 3 курсын осыны ішкеннен кейін өзінің көзінің зрениесін ақсап, ол негізі өзі айтишник қой. Мына компьютерде отырып, менің ең қымбат ресурсым ол менің өзім денсаулығым екенін ұмытып кетіппін дейді. Қабой енді осыны нәрсені бәріне беріп кеткен соншалық. И көзім жасаурап не істей бастағаннан осы каротинді ішкеннен бері қазір уже жағдайым жақсы деп өзі сол бізге осында уже ұсынып отыр. Келесі өніміміз, мынау енді өзім мен осы компанияға келген кезде ең алғаш алған өнім осы спирулина деп тұрған. Спирулинаның жалпы әлемде 35-тен астам түрі бар екен. Оны біздің қазір Тенчеде шығарып жатыр. Алгос деген компанияда да бар, Ерсақта да бар, былайша бар спирулиналар жоқ емес. Бірақ мысалы именно біздің компания осы Қазақстандағы Алгос деген компания, бұл біздің Қазақстандағы водоемдарда өсіреді екен. Олар теңіз балдырлары ғой, бұлардың барлығы. Ал мынау именно Японияның Алдай деген корпорациясы бар. Сол корпорация тек қана осы спирулина өндіреді. Енді номер 1 бренд компания ол. Сол компанияның өнімін бізге ұсынып отыр спирулина. Бұл 60-70% белоктан тұрады. Біздің ағзаға жетіспейтін дүние белок қой. Мысалы белокты біз не нәрседен аламыз? Еттен аламыз, жұмыртқадан аламыз, бірақ онысы бәрібір сіздің ағзаңызға керек мөлшерде ала алмайсыз. Не үшін? Өйткені осы асқазаныңызда отырып жатыр да. Ал бұның ішінде 60-70% белок бар, ол сіздің ағзаға 90% сіңеді. Легко усваивается организм. 18 аминокислот бар, редко встречающие, которые не синтезируются даже басқа өнімдермен сәйкес келмейтін. Кәдімгі сіздің мысалы айтады ғой, 1 грамм спирулинаңыз 5 таблетканы құрайды, ішінде 750 таблетка бар мынаның ішінде. Көрдіңіздер? 1 грамм спирулин где-то примерно біздің есеппен 5 таблетканы құрайды. 5 таблетканың ішінде сізге 1 килограмм различных овощей. Түсіндіңіздер? Бұның барлығы сіздің күнделікті жеп отырған рационыңызды толықтырып отырушы ғой. Она что делает, мысалы спирулина, она сначала очищает, восполняет, потом питает. 3 этаптан өткізетін андай. Қан аралық тазалайтын барлығы. Қарап отырсаңыз, барлық нәрсе айтады ғой, мысалы басқа компанияларда жүрсеңіз, мынаны очистканы бөлек аласың, одан кейін тағы бірдеңе аласың, тағы бірдеңе аласың. Сөйтіп жүргенде шаршап кетесіз да мына нәрсені. Сіз қазір витамин А мен спирулина комплекс алып ішсеңіз, мысалы, пожалуйста, сіздің любой ауруыңыз жеңілдейді. Только бұны біз противопоказано спирулина беруде өте тасыбарларға аздап беріңіз. Жайлап немен беріңіз, қалған адамдардың барлығына беріңіз. Даже бұны 1 жастан бастап балаға да беруге болады. Әйел адамдарға, беременді әйел адамдар болса, оларға 4-ші айынан бастап, 2-ші триместрден бастап көрдіңіздер ме? Бүкіл жетіспейтін витаминнің барлық комплексі осы жерде тұр. Калий, кальций, фосфор, магний, селен, цинк. Мысалы, сіз әрқайсысын әр жерден ішіп жүргенде, бір комплексті ішінде бәрі бар. Омега-3 жиры, бәрі. Мен айтамда, именно кальцийді, мысалы сіздер гликамет кальцийді, кальций глюконатты басқа жақтан ішетін болсаңыздар, олар сіздің ағзаға 100% сіңбейді. Бір где-то 20%. Неге? Өйткені оның қасында комплексте тұрған магний жоқ, хром жоқ, цинк жоқ та оның ішінде. Ал кальций қай кезде сіңеді? Егер қасында жаңағы ферменттер қасында бірге болса.
мысалы сол кезде бізге врачтар сөйтіп түсіндіреді кәдімгі егер олардың барлығы сізге берсе не үшін өйткені результат бермейді олардың бәрі егер сондай болса ал мына спирулинаның ішінде барлық элемент болғаннан кейін ағзаға жақсы сіңеді сосын бұл очистка болғаннан кейін кәдімгі адам денесіндегі папилломалар омоложение кіреді ғой айналып келгенде барлығы клеткаларымыз жаңағы даже мына папилломалар болсын сосын да псориаз экзема витилиго сияқты даже қатты тяжелый емделетін аурулардың барлығына витамин А мен егер үлкен комплекстар беретін болса күшті результаттар болады енді в общем күшті продукт енді мынау өзіміздің керемет Қазақстаннан шығатын Қарағанды облысынан шығатын саумал енді Арман Тосқанбай қарасаңыздар өзіміздің мына Қарағандының өнімін Қазақстанның өнімін қазір сол 20 мемлекетте таратпақшы уже жаңағы айтып кеткен біз уже 11 мемлекетке официально кіріп тұрмық қой сол мемлекеттің барлығын таратып жатыр ол біздің өзіміздің экономикамыздың да дамуына үлес қосып отыр деген сөз тек қана өзіміз ғана ішіп жатқан жоқпыз да бұны бұл енді Қарағандының өнімі саумал енді барлығымызға белгілі ол да тұрған витамин С-ға бай өте омега-3 жиры кальций да бар бұның ішінде сосын жаңағы серотонин деген керемет дүние бар именно адамға молодость и потом радость адамның эмоциясын қол стресс барлығын алып тұратын өте керемет өнім енді мен ойлайтынмын бұны омега-3 жиры тек қана балықтың майында болатын шығар мынау осы саумалымызда сол дүниенің барлығы бар сосын ана сүтіне ең приближенный өте керемет өнім жеңіл мысалы біз жаңағы нелерді ішеміз ғой мысалы жаңағы шұбат ішіп жатырмыз сиырдың сүтін ешкінің сүтін ішкеннен гөрі мынау оның қасында неше есеге жеңіл екен кәдімгі ана сүті болғаннан кейін ол уже еңкейген қария да кішкентай жаңа туған бала да мынаның комплекс кәдімгі саумалды іше береді бұның ішінде 120 капсула бар бір капсуланың іші 1,5-2 литр саумалдың концентраты бұны қалай жасайды дейсің мысалы Қарағандыда үлкен немістер әкелген завод бар мынаның технологиямен жасалып жатқан кезінде естісеңіздер 2015 жылдары біз айтты ғой немістер біздің қазақстандық саумалды патенттеп алыпты деген нәрсе шықты ғой сол осы завод екен сол кезде қазір енді саумалдың түр түрі бар аптекада сатылып жатыр ана компанияда мына бар бірақ именно сублимированный сушка именно бұны бұзып қатырады екен деп порошокқа айналады моментально жалпы енді бәріңізге белгілі саумалды өзі 10-15 минуттың ішінде ішпесең оның бүкіл витамині жойылып кетеді уже ал сол 15 минутте сақталатын витаминнің барлығы осы жерде сақталған өйткені оны ішіп жатқан адамдардың бәріне результатын көріп отыр қаншама отзыв ютубты ашып мелен хелс жазсаңыз болды ішінен төгіп кетесіздер қандай өзіміздің официальный сайттар бар инстаграмда бәрін қарап зерттесеңіздер болады сондай осындай керемет өнімдер бар тағы не бар мынау иотин пелп деген жаңа продукт мынау деген іші толған бай йодқа бай нәрсе миға опять сол стресс неге аурудың барлығы қарап отырсақ 3 нәрседен келеді ғой біреуі астан екіншісі осы стресстен и үшіншісі экология қарап отырсақ қазір асты да былай қойдық ас пен стресс екеуі бірінші орында тұр ғой қарап отырсаңыздар стресс бірінші орында ал мынау сол бүкіл состояниеңіздің барлығын иммунитетіңізді жақсаратын дүние бұны енді өзімнің қолымызға әлі келіп ішіп көрмегесін мен оны білмеймін бірақ йод деп тұрғанның өзі уже йодқа бай нәрсе екені белгілі ал біздің именно Қазақстанға йод жетіспейді барлығымызға жетіспейтін нәрсе осы мынау сол нәрсеге бай бұдан да бөлек тағы да ертең гринкоп глоба деген жаңағы именно миға ол да құдай қаласа ол да кіреді даже құдай қаласа осы келесі жылға әлі осы жылдың аяқтарына уже басым косметиканы Арман Тосқанбайға келсек мысалы бірыңғай адамға тек қана бактериялар айтып қоймыз ғой уже косметика болсын біздің воздух очистителіміз бар мысалы онда ертең маркетингке неге қосады например әркім өзіне несіне қарай ынтасына қарай керегіне қарай өнімдерін алып отырса болады енді самырлардың ешқандай мына өнімдердің барлығы эксклюзив бәрі №1 бренд алған өнімдер өйткені отзывтары да барлықтары да керемет енді Раушан ханым өзі бір айналдырған 30 штук спирулинаны ішіп мысалы соның несінен келіп көзі жанып жүр ғой шығып Раушан ханым өзінің нәтижелерін көрсетсеңіздер болады жоқ айттым енді арада өзіме тексерген бөлсек мен өзім де мысалы мына спирулинаны ішіп жүрдім мен тісімде десымда ет бар тұғын өсіп тұрған ол енді оказывается ол десымда папиллома болады екен оказывается сол инфекциядан неден шыққан дүние ғой мен енді білмеймін ғой 2 жылдан бері бар дүние мен осы спирулин ішіп жатқанына 9 ай болып қалды ма ол жоқ болып кетті ғой өзіміз тақай кетіп қалды айтпаса мен оны кесіп алып тастаған жоқпын например мен сол тәтелеме айтамын ғой тәтемен мына жерде не болады деп кәдімгі өзінен өзі күннен күнге азайып кетті күйеуім де мынандай майда шүйда егер көп папилломалар ер адамдарда көп қой прям менде түсіп қалды демеймін күннен күнге кішірейіп келе жатыр бұрын мысалы оқтеп әр жерде ішетін болса спирулина ол да ішіп жатқан витамин А спирулина ана очистка жасайды ғой бүкіл нәрсені даже енді спирулинаның бір керемет результаты бізде даже ДЦП баланың өзі бұрын мысалы басқа компанияның аттарын ішіп жүрген ол бала ше мысалы 11 жаста қазір 12-ге келіп қалды ғой бір жыл болды былтыр июньнен бастап ішіп жатыр биыл июньде кеше бір жыл болды ма ол кісіге
она делает шаги деп тұр ғой. Она делает шаги. Соның өзі бізге үлкен результат қой. Даже бұл суставтарға, мен мысалы оң аяғым ауырады, маршрутқа мінген жас болсақ та, маршрутқа мінгенде мен оң аяққа сала алмаймын. Хотя мен білемін, оң аяқпен басар жүрмін ғой негізі. Сол аяғыммен барып мініп салмақ салып кетемін. А қазір шүкір оң аяғым өтіп ауырып, мазамды алмайды. Өзі суставтарға да көмектесіп ғой. Именно витамарин А-ның екеуінің бірге комплекс ішетін болса, вообще күшті. Енді любой нәрседен біз витамарин А-дан бастаған жақсы. Ары қарай уже по ходу спирулинаны, ар жағынан саумалды, оны по ходу өздеріңіз қосып, жәймелеп ала беріңіз. Ауылына, өзіңізіне қарай бере беріңіз. Осы сұрақтарыңыз болса, маңдайға